Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сочный котлет жасайтын боламыз. Котлеттеріміз өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Кез келген қонағыңызды таң қалдыра аласыз. Ол үшін бізге картоп, жуа, тартылған ет және тұз, қара бұрыш, панировочный сухари қажет. Алдымен картоп пен пиязды үккіштен өткізіп, оларды суынан ажыратып аламыз. Бұл ең маңызды нәрсе, өйткені олардың суы тартылмаса, сіздің котлеттеріңіз қуырған кезде арасы ажырап кетеді. Картоп пен пиязды осылай үккіштен өткізіп, оларды тәкемен немесе осылай сеткада суын тартып алсаңыздар болады. Сіздерде ол жоқ болса, қолдарыңызбен қатты мыжып, соларды суынан ажырата аласыз. Міне, картоп пен пиязымыз дайын. Оның үстіне тартылған етімізді салып, тұз, бұрыш қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Негізі қолдарыңызбен араластырған өте жақсы болады. Барлығы бір-біріне сіңісіп, котлеттеріңіз сочный әдемі болып шығады. Котлеттің формасын осылай қасықпен қолыңызға салып алып келтіреміз, жай-жай ұрып. Және бұл котлеттерді жасағанда кішкене жалпақтау қылып жасаңыздар, өйткені майға қуырған кезде олар кішкене тартылады. Котлеттерді формасына келтіріп алдық. Енді панировочный сухариге аунатып аламыз. Панировочный сухари өте ерекше дәм береді. Ал егер сізде ол жоқ болса, қарапайым ұнға аунатып пісірсеңіздер де болады. Майымызды алдын ала қыздырып қойдым. Енді котлеттерімізді пісіріп бастаймыз. Тағы да маңызды нәрсе, котлеттерді баяу отта пісіріңіздер. Котлеттердің арасы сонда ғана шикі болмай, жақсы дәмді болып шығады. Егер арасы шикі болады деп қорықсаңыздар, котлеттеріңізді кішкене ұзағырақ ұстап, қызарғанша жақсылап пісіріңіздер. 2-3 минуттан кейін котлеттің екінші бетін аударып, пісіріп аламыз. Міне, біздің котлеттеріміз дайын болды. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін, достар. Өйткені 3 қана ингредиенттен тұрады, үйдегі бар заттар. Котлетіңіздің ішін сіздерге көрсетейін. Вуаля! Егер сіздерге видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.